Петропавлда тілдер фестиваль аясында өзге ұлт өкілдері арасында қалалық байқау өтті. Сайыста 16 мен 22 жас аралығындағы оқушылар, студенттер мен ұстаздар бәсекеге түсті. Байқау қатысушылары тіл парасат атты тақырыпқа эссе, диалог құрастырып, өз өнерлерін ортаға салды. Тақырыпта Аманжол Нұртазин тарқатады. Тілдер фестивалі аясындағы тіл парасат байқауы дәстүрлі. Биыл бұл сайыстың қалалық кезеңінде өзге ұлттың 9 өкілі қатысуда. Олар 3 сыннан өтуі шарт. Негізгі тақырып Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығы. Бүгінгі байқау 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол тұсаукесер, екінші кезең жазбаша және ауызша кезеңнен тұратын ол эссе және диалог құрастыру білу, және үшінші ол шабыт жұлдызы деген кезең. Онда біздің үміткерлер өздерінің творчестволық қабілеттіктерін білдіре білу қажет. Евгения Шаляпина үшін мұндай байқаулар таңсық емес. Былтыр ол осы сынды сайысқа қатысып, бірінші орынға ие болған болатын. Биылда осы мақсат үдесінен табылуға талпынуда. Мен мектеп табалдырығынан бастап қазақ тілі конкурстарына белсенді қатысамын. Тіл парасат конкурстарына қатысу себебі мен тек қана өз тілімен шектелмей, қазақ тілі әрі қарай дамытқым келеді. Байқау қорытындысы бойынша қалалық кезеңде жеңімпаз атанған қатысушы облыстық сайыста бақ сынайтын болады. Ол қыркүйектің 19 күні өтеді деп жоспарланған. Аманжол Нұртазин, Анатолий Белонок, ақпарат.